Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып аяқ-қолыңыз жиі ұйыса, не істеу керек және ол қандай аурудан хабар беретін жайлы айтатын боламыз. Тақырып қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп өтіңіздер. Қолдың ұюы жүйке жүйесі мен қан тамырлардың дұрыс жұмыс істемегеннен орын алады. Қолдың ұюы көбінесе компьютерде отырып, тышқанмен жұмыс істегеннен болады екен. Сонымен қатар мойын омыртқасына тұз жиналғаннан да қолыңыз құрысады. Мұндай кезде міндетті түрде дәрігердің қабылдауында болғаныңыз жөн. Өйткені омыртқа дұрыс жұмыс істемесе, мидағы қан айналу ісі бұзылып, соңында инсультке әкелуі мүмкін. Білектің, табанның және жіліншіктің шаншып ауырып, жансыздануы сізде де кездесетін болар. Әсіресе қолыңызға басыңызды қойып ұйықтағанда, компьютерде ұзақ отырып жұмыс істегенде, аяқтарыңызды айқастырып отырғанда, аяқ қолыңыз ұйып біраз уақытқа дейін әрекетке бара алмай қаласыз. Бұл жайсыздық 1-2 минутқа созылса, алаңдаудың қажеті жоқ. Ал егер ұзаққа созылатын болса, айтарлықтай қауіптің төнгенін білдіреді. Қолдың буыны мен табан маңызды екі жүйенің, яғни қан айналым мен жүйкенің тоғысқан жері. Демек, қан айналым дұрыс жүрмесе, қажет жерге келмесе, онда ол жансызданып, ұйып бастайды. Сондықтан да аяқ қолы ұйып қалатындарға ең алдымен қан айналымын тексерту керек. Ал екіншісі жүйе, яғни жүйкенің әсерінен ұйып қалса, онда оның шешімі жеңіл. Компьютер алдында жұмыс істегенде, ұзақ уақыт қаламмен жазу жазғанда, қол, білек ұйып қалады. Бұл кезде аяқ қолыңызға жаттығу жасап, ары-бері қозғалту керек. Сонда қан айналым дұрысталып, жүйке іске кіріседі. Нәтижесінде ұюдың алдын аласыз. Бұдан бөлек те, аяқ қолдың ұюына мыналар себеп болуы мүмкін. Біріншісі ол жүйке тамырлары. Қол мен аяқтарда орналасқан жұлын мен ми тамырларының жүйкесі ауырғанда аяқ-қол ұйып белгі береді. Бұл көбінесе егде жастағыларда көбірек кездесетін сырқат. Демек, аяқ-қол ұйыған кезде жедел түрде жүйке тамырларының жұмысын тексерту керек. Екіншісі, екінші топтағы диабет ауруы. Аяқ-қолдың жиі ұюы қант диабетінің екінші түрінен белгі береді. Бұл кезде қолдың буынына қарағанда аяқ көбірек ұйып мазаңызды алады. Үшіншісі, дәрумен жеткіліксіздігі. Е, В1, В6, В12 және Р дәрумендері жүйке саулығына жауап береді. Демек, аталған дәруменнің тапшылығы да аяқ-қолдың ұюына себеп болады. Төртіншісі, спиртті ішімдік. Алкогольді қабылдау кезінде ағза дәрумен тапшылығына ұшырайды. Тамақ режимі бұзылады. Салдарынан жүйке жұмысын баяулатып, қан айналым нашарлайды. Соңынан аяқ-қол жансызданып, ұйып қалады. Бесіншісі, инфекция жұқтырғанда. Қауіпті инфекция жұқтырғанда да аяқ-қол жансызданып, ұйып қалады. Нақтырақ айтқанда, лайм, спид, ИТВ, желшешек, ұршық дертіне шалдыққандарда жиі кездеседі. Алтыншысы, уланған жағдайда. Тамақтан емес, химиялық заттардан немесе ауыр металдың әсерінен уланған жағдайда аяқ-қол өз жұмысын дұрыс атқара алмай жансыздануға келеді. Жетіншісі, дәрі қабылдау. Дәріні де шамадан артық қабылдау аяқ-қолдың ұюына келеді. Ешқашан өз бетіңізше дәрі ішуші болмаңыз. Өйткені басыңыз ауыра қалса, үйдегі кез келген дәрі көмектеспейді. Міндетті түрде дәрігерге барып, бас ауруын анықтаған абзал. Сегізіншісі, тұқым қуалайды. Аяқ-қолдың ұюы кейбір адамдардың қанында болады. Ол қан арқылы ұрпағына тарайды. Бұл кезде буын, табан, жіліншік жиі-жиі жансызданып тұрады. Тоғызыншысы, жарақат алғанда немесе ауыр зат көтергенде. Абайсызда жарақат алсаңыз, сол тұстың жүйкесі сыр береді де қан айналым бұзылады. Нәтижесінде жарақат алған мүшесі ұйып бастайды. Оныншы, шылым шегу. Никотин буынды қанмен қамтамасыз етуге кедергі келтіретін бірден-бір улы зат. Сонымен қатар жүйке жүйесін де бұзуға қабілетті. Қан мен жүйкенің жұмысы әлсіресе аяқ-қолдың ұюы сөзсіз. Міне, қандай жағдайда аяқ-қолдың ұйып қалатынын білдіңіздер. Ендеше бұл белгілер терапевт дәрігердің қабылдауына жазылуға жетектейді. Дәрігер арнайы тексеруден өткізіп, аурудың алдын алуға ықпал етеді. Жалпы қанды сараптамадан өткізіп, диабет
бауыр, бүйрек ауруларының бар жоғын анықтайды. Дәруменнің деңгейін біледі, әрі зат алмасудың жағдайын бақылайды. Аяқ-қолдың ұюын халық емімен емдеуге болатын білесіз бе? Ол үшін 3 дана тұздалған қиярды текше етіп турайсыз. 3 дана ащы қызыл бұрышты жақсылап ұнтақтап, жарты литр араққа саласыз. Оған туралған қиярды да салып, бетін жауып, қараңғы жерге қоясыз. 7 күннен соң сүзіп алып, осы сұйықтықпен қолыңызды сүртесіз. Келесі асқабақты қабығынан аршып, ботқа болғанша пісіріңіз. Әбден езілген асқабақты иығыңыздан бастап, қолыңызға дейін жағасыз. Сосын жылы орамалмен орап қойыңыз. Ботқаны жылы күйінде жағасыз. 1 литр араққа 1 ас қасық тас тұзын, 15 грамм 10% мүсәтір спиртін және 10 грамм камфор спиртін қосыңыз. Тұз ерігенше жақсылап араластырыңыз. Дайын болған қоспаны аяқ-қолдарыңызға жағасыз. Қағанақ сазы мен алма сірке суын араластырып, 7 күнге тұндырып қойыңыз. Белгіленген уақыттан соң тұнбаны алып, күніне 3 рет саусақтарыңызға, аяқтарыңызға жағасыз. 100 грамм қара бұрышқа 1 литр өсімдік майын құйып, баяу отқа қойыңыз. Тоқтаусыз араластырып тұрып, жарты сағат қайнатасыз. Майды оттан алып салқындатыңыз. Күніне бірнеше рет майды қолыңызға жағасыз. 3 литр сары суға 3 стақан талқандалған сарымсақ пен 1 стақан қант ұнтағын саласыз. Оған 1 шай қасық қаймақ салып, 2 айға бетін жауып, күн түспейтін жерге қоясыз. Белгіленген уақыттан соң ашыған қоспаны жақсылап араластырып, 50 мл-ден ішесіз. Шамалап қызылша сабағын алып, орташа көлемдегі кастрөлге саласыз. Батқанша су құйып, баяу отта 20 минут қайнатасыз. Салқындаған қайнатпаны сүзіп алып, күніне 4 рет тамақтанудан алдын жарты стақаннан ішесіз. Және де жаттығу жасаңыз. Ұйқыңыздан ояна салысымен төсегіңізден тұрып кетпей, мынадай жаттығулар жасаңыз. Аяқтарыңыздың саусақтарын қытырлағанша бүгіңіз. Оны 81 рет қайталайсыз. Қолыңызды созып, 81 рет саусақтарыңызды ашып жұмыңыз. Бетіңізбен дуалға сүйеніп, аяқтарыңыздың ұшына қараңыз. Ал қолыңызды жоғары көтеріп, 60-қа дейін санаңыз. Жаттығуды күніне 3 рет жасайсыз. Ал егер аяқ-қолдарыңыз ұюмен қатар ауыратын болса, онда жаттығуды жиі жасауға тура келеді. Одан кейін дәрумендер қабылдаңыз. Құрамында төмендегі дәрумендері бар тағамдарды тұтыныңыз. Олар В12 дәрумені. Оны еттен, жұмыртқадан, балықтан табасыз. А дәрумені. Балық майы, сәбіз, қызыл түсті жемістер мен көктердің құрамынан кездестіре аласыз. Оған қоса өсімдік немесе сары майды қосып пайдалансаңыз, А дәрумені бойыңызға тезірек сіңеді. Никотинді қышқыл. Ол жаңғақтың, брокколидің, астықтың, барлық түрінің және бидай өскінінің құрамында кездеседі. Ендеше, тексеруден өтіп, барлық жаттығуларды жасап, халық емін де қолданып, қажетті ем алудан қашпаңыз. Саулығыңызды сақтасаңыз, талай сырқатқа тосқауыл болатыныңызды біліңіз. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Тақырып қызық болса, видеоны қолдап отырыңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.